Арыстан мен түйе ертегісі. Арыстан мен түйе ертегісі. Бір күні ормандағы аңдар арыстанды патша етіп сайлапты. Барлығы оны құрметтейді, айтқан екі етпейді. Бірде арыстан ауырып қалып, орман тұрғындары оны көруге келеді. Тек бір ғана түйе келмепті. Сонда арыстан ашуланып, неге түйе мені көруге келмеді деп сұрапты. Сонда түлкінің жауабы: ол сенімен санаспайды екен, өзін сенен ақылды, әрі мықтымын дейді, деп арыстанға жала жауыпты. Арыстан ашуланып түйені шақырып алыпты. Бірақ түйе келіп, сабырмен сөйлеп: мен сіздің ауырғаныңызды кеш естідім, сол себепті кеше келе алмадым. Бірақ шын көңілмен шипа тілеймін, патша ағзам депті. Арыстан оның ақылды, сабырлы сөздеріне разы болып: мен сені жазықсыз ренжіткен екенмін, енді сені кеңесшім етемін депті. Сөйтіп түйе әділдігі мен аңдардың құрметіне бөленіп, арыстанның ең жақын көмекшісі болыпты.